Мен Жұбаниязова Айлита, Арал ауданы Ұзақбай Қараманов атындағы номер 262 мектеп гимназиясының сарапшы санаттағы информатика пәнінің мұғалімі. Мен 1978 жылы 3 мамырда Арал қаласында ұстаздар әулетінде дүниеге келдім. Ұстаз болуды бала күнімнен армандаған мен арман қуып, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің информатика мамандығына оқуға түстім. Қазіргі таңда Ұзақбай Қараманов атындағы номер 262 мектеп гимназияда 23 жылдық тәжірибесі бар информатика пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Менің түсінімдегі ұстаз рухы таза, ой өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі жылы, көңілі дархан адам. Жан-Жак Руссоның ұстаз болу өз уақытыңды аямау, басқаның бақытын аялау деген сөзі жаныма өте жақын. Ұстаз білген, үйретуші ғана емес, барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Менің алға қойған мақсатым заманауи технологиялар мен әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқушыларға сапалы білім беріп және компьютерлік технология саласында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар логикалық ойлауға үйрететін, ақпараттық мәдениетті дамыған, компьютерлік сауаты жоғары, өз пікірін ашық айта алатын ұрпақ тәрбиелеу тек білімді, саналы, жан-жақты ізденімпаз информатик маманның қолында. Қазіргі таңда заман талабына сай пән мұғалімі ғана болу аз. Информатик ол ұстаз, новатор, иннотехник болуы тиіс. ОБТ-ға жыл сайын оқушыларды дайындауда қызықты әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың жүрегіне орын тапқан Жұбаниязова Айлита апай. Айлита апайдың информатикадан дайындаған оқушылары қазіргі таңда білім грант иегерлері және қазіргі дайындап жатқан оқушылары өте жоғары көрсеткіш көрсетіп келе жатыр. Осындай жетістікке жету Айлита апайдың ізденімпаздығы, жауапкершілігінің арқасында деп ойлаймын. Информатика пән мұғалімі және физика информатика пән білісінің жетекшісі Жұбаниязова Айлита апай ауданымыздағы алғашқы миллионер ұстаз және оңтүстік Корея елінде болып сол жақтан тәжірибе алмасып келген ұстаздардың бірі. Үнемі ізденіс үстінде жүретін еңбек жолында апайымыз бірнеше көптеген сайыс пікірлерге қатысып, жинақтаған біліммен оқушыларды дамытуда. Информатика қарқынды дамып отыратын негізгі пәндердің бірі. Өзінің күрделілігімен қатар қызықты пән. Оқушыларды информатика саласының әртүрлі бағыттарымен қызықтыра отырып, шығармашылығына да мән беремін. Оның ішінде веб-сайт, мобильді қосымшалар, бағдарламалау және виртуалды тур бағыттары оқушыларды қызықтырады. Осы бағыттарда оқушыларын пәндік олимпиадаларға, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі сайыстарға, конференцияларға, зерде және дарын ғылыми жобалар байқауларына қатысып, жоғары жетістіктерге жетіп отыр. Ұстаз жарылыстан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің барлығын жадында сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырт та аңғарымпаз ақыл иесі. Осы аталған қасиеттердің барлығы ұстаздың бойында табылады. Мен бұл қасиетті де киелі мамандық иесі болғаныма мақтанамын. Ұстаз үнемі ізденісте болып, кәсіби білімін үздіксіз жетілдіріп отыру керек. Мен де жыл сайын біліктілік арттыру курстарына өтіп, кәсіби байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болып жүрмін. Атап өтетін болсам, дарынды балаларға талантты ұстаз, үздік педагогикалық идея, Педстарт 2023, үздік информатика пәнінің мұғалімі республикалық байқауларда жүлделі бірінші орындармен марапатталдым. 2007 жылы Қызылорда облысының информатика пәні мұғалімдер делегациясының құрамында оңтүстік Кореяға тәжірибе алмасып қайттым. 2013 жылы Қызылорда облысының әкімі Көшербаевтың білім беру саласының қызметкерлерін тағайындалған 1 миллион теңге сыйақысының иегері атандым.